Қайырлы күн, қадірменді достар. Алла бұйырса, септигімізді бастап, тасын қалап, ішін өзбек ақыларға соққызып жатырмыз. Бұйырса жайлап жұмыс жалғасып жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Қазіргі уақытта Атырау облысында жүр. Кез келген жаққа заказ қабылдайды. Заказ берсеңіздер болады. Алдында канализация жүргізгенбіз. Уклондардың барлығын соны тексеріп көрейік. Ішіне осындай крышканы саламыз. Сосын қараймыз. Крышка түсем екен. Құрметті достар, қазақ тілді арнаны қолдап, лайк басып, пікірлеріңізді комментарияға жаза кетіңіздер. Осы үйді сіздердің көз алдарыңызда толықтай салып шығатын боламын. Бізбен бірге болыңыздар. Штукатуркасын соғып болдық, енді төбесіне апалка құрып бастадым. Астына осындай ағаштарды кесіп, барлығын осылай астына орнаттым. Енді кішкене әлсіздеу болып кетті ағашым, бірақ осылай мен құйып тастадық. Бұйырса апалкасын осылай құрып жатырмыз. Арнадан алыстамай толық видеоны көп шығыңыздар. Бір керектеріңізге жарақ қалар, может бір идея тастар осы видеода. Қолдауды ұмытпаңыздар, ең бастысы. Тағы бір айта кететін жайт, лазерный урбімен осының высотасымен бірде қылып атып алды мына жерге. Ағаш қағып, өйткені ертең шаруақтың барлығы стяжка болады. Сол кезде высоталары, биіктіктері келмей қалады. Сол себептен барлығын осылай бірде қылып атып алдым. Ертең шаруаққа стяжка құйған уақытта ана жерге дейін барлығы бірде болып кетті. Есіктен қақпаға қарай кішкене уклон қылып жүремін, чтобы су ары қарай көше жақ бетке қарай ағып кететіндей қылып қой. Міне дәл осылай апалкасын құрдық, астына лист салып тастадым. Сосын крышкасын жасап, 50-де 50 қылып жібердім крышкасын. Нормально болатын шығар да. Сосын ондығы арматурмен ішіне осылай арматур тоқып жібердім. Нормально болады деп ойлаймын. Сосын бір идея, жартысын құйдым мен, өйткені мынау іші қалың болып кетті, 20 сантиметрге дейін болып кетті. Полный құйсам төмен қарай құлап кете ма деп қорықтым да, бір 15 сантиметрде құйдым, жартылай. 15 сантиметр құйдым да, осылай несін тесіп, мынау дымоход вытяжка ма дейді сіздерде, шығарып, шамалы құйып кеттім, айтқанда. Видеоны көріңіздер, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, құрметті достар. Міндетті түрде қазақ тілді арнаны қолдау өте маңызды мен үшін. Лайктарыңызды аямаңыздар. Дәл осылай арматураларды кесіп алдым да, барлығын бетіне тық кеттім. Ертең келесі күні мынау кепкесін жатысын құям тағы. Мен дәл осылай тығып қадап кеттім. Кішкене қатырып алғаннан кейін келесі күні бетін теп-тегіс қылып құйып тастаймын. Мынау ұстап бір-біріне связка болып қалу үшін жақсы. Құрметті достар, қалай ойлайсыздар, бұл дұрыс па, дұрыс емес па? Өздеріңіз пікірлеріңізді міндетті түрде жазып кетіңіздер. Менің ұстазым YouTube'қа қарап осыйды салып жатырмын ғой. Барлығын салып сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Міне дәл осылай құйыпсан теп-тегіс қылып келесі күні сосын арматураларды осы жерге қадап кеттім. Ертең осы арматураларға крышка жасайтын боламын, сваркілеп, темірлерін әдемілеп, сіздермен онда бөлісетін боламын. Құрметті достар, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар, қолдаңыздар, лайк басыңыздар, видеоны стройға салып жатқан достарыңыз болса бөлісіп қойыңыздар. Рахмет, көп аман сау болыңыздар.